Дели метросы әлемде ұзындығы бойынша 8-ші орынды алса, жалпы ұзындығы 343 километрді құрайды. Ал жолаушыларды тасымалдау бойынша әлемде 18-ші орынды алады. Жалпы картада 9 ветканы көруге болады. Метро таңғы 4:45-тен бастап түнгі 11:30-ға дейін жұмыс жасайды. Бір қызығы, мұнда аэропорттағыдай тексереді. Сөмкеңізді бөлек, үстіңізді бөлек. Бұл бір жағынан есі көрінуі мүмкін. Айтпақшы, метрода гендерлік вагондар да кездеседі, яғни тек әйелдер отыратын вагондар бар. Жалпы билет бағасы өте төмен, 15 және 60 рупий арасында. WhatsApp QR ticket can be purchased through WhatsApp number 965085580 and is valid for airport line only. Негізі ауа райы жаңбыр деп көрсетілген еді, бірақ күн бұлтты. Кішкене үйлердің қызық үйлер екен. Ағаштар көп екен Делиде. Барлық жерде шағын болса да құрылыс. Мына жерде де құрылыс. Website www.delhimetrorail.com to participate in online customer satisfaction surveys. Кез келген елдің вокзалы жинаған халық болады. Сол секілді мына Делиде де жинаған халық еңбек етіп жатыр. Қазір Аграға баратын станцияға бара жатырмын. Арғай өзім экспресс поездына отырып, 1,5-2 сағатта Агра қаласына боламын деп ойлаймын. Бұл жерден не көріп қуандым десеңіздер, жалпы кез келген елге барған кезде тамағынан қиналасың, жүрексінесің, сондықтан мен қуанған нәрсені көрсетейін. KFC деген жазу. Сәлем достар. Индияның KFC-іне келдік. KFC-дің өзінде қызық болып отыр, андай острый нәрсені көп қосады екен. Өте қызық. Осылай жалпы чек бізге 500 рупий шықты. 500 рупий, 2,5 бөлімде. Бағалары бірдей. Тамақ жайлы көп нәрсе айтып болады. Енді бірінші келген адамдар көбінесе осы өзіміздің үйренген фастфудтарға барады. KFC бар мына жерде. Басқа танымал брендтерді әзірге көре қойған жоқпын. Бірақ тапсырыс берген кезде де no spice, no spicy деп острый қоспаңыз деп өтіну керек секілді. Ол жағын ескеру керек. Әр вокзалда әр 2 минут сайын қасынан қайыршылар келіп ақша сұрайды, яғни көңіліңді қатты ауыртады. Біреуіне бересің, біреуіне енді амал жоқ дейсің. Қасыма кішкене бала келіп ақша жоқ десем, онда очкиңді шешіп берді. Өзім де түсінбей қаптым ше. Жалпы солай. Ел топ 3-ке кіреміз деп жатыр экономика бойынша. Жаңа премьер-министрдің несі бойынша
бағдарламасы бойынша, бірақ қайыршылар елде өте көп. Осылай. Дели. Anca kaldık. Şimdi oturamız. Bırak. Kalay olanına. Sınıksız. Поезд күтіп отырғанда жалпы уақытты қысқартайын деп жергілікті тұрғынмен сөйлестім. Қазақстан жайлы сұрадым, Қазақстан туралы не білесің деп сұрадым. Which country? Which country? Guess. I'm saying that no, not able to guess. Portuguese? Not able to guess. No, which country? What do you say? I'm saying that I'm not able to guess. Ah, Kazakhstan. Huh? Kazakhstan. Oh. Do you know where is? Yes. Kazakhstan is I've seen many wrestlers from Kazakhstan. So what do you know about Kazakhstan? I have seen Kazakhstan wrestlers of Kazakhstan. So I'm first time here. So first of all I want to go Agra, then Delhi, if I have time, Mumbai. चाय बढ़िया चाय 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 चलने की जगह नहीं रहेगा। हाजरे गिलास चाय चाय पेड़ा लो पेठा पेड़ा पेठा पेड़ा ले पेड़ा ले पेड़ा ले पेड़ा मथुरा का आगरे का पेठा पेड़ा पेड़ा पेठा पेड़ा ले पेठा ले पेड़ा ले पेड़ा पेठा पेड़ा पेठा 2-3 станция өткеннен кейін қасымдағы жолаушылар өзгерді. Басқа үндістандықтар келіп отырды. Солармен сұхбат құрып, әңгімелесіп, жол қысқарттық. Алайда камерамен түсіруді қаламады. पेड़ा It is very polluted city, huh? Oh. Delhi. Delhi, yeah. Particulate matter is the particulate matter is 2.5 here. Yeah. You cannot live a prolonged period of time here. So heavy breeze. So, but people joyful. People are joyful here People joyful. as compared to your country. Yeah. आपका चल तो नहीं रहा कंटिन्यू नहीं मेरा सिर्फ It's okay. ओपन I can open it. Yeah, shoot. I'm just shooting for me, for memory. I'm tourist. I first time here. Please have it. Good. And you can also shoot with uncles. You are from Kazakhstan. Kazakhstan. Welcome here. Gassyr. Mohan Saraswat. Yeah, Gassyr, yes. Please. Paper playing Have you visited the places in India? India. Which no. places you have visited? First time Delhi here. First time Delhi. You have come today. Today I came Oh. Monday, so I'm going to Agra. Agra, Taj Mahal Taj and Mahal, all. yeah. Lal Killa, Red Then Fort. maybe Mumbai, if I have time. Mumbai. Maybe set Varanasi. Varanasi. Yeah. You must visit Varanasi. So I'm thinking which one. No, Varanasi is new Because one actually. We have renovated Varanasi. Ah. Our Prime Minister has devoted so many things there. So that's a new one.
to change. You should visit And then If you want to see real If you want India, you should go Varanasi. Varanasi. Yes. Yes. amazing. Because if you want to feel the real specificism about soul, God, Spiritual spirit is there actually. Every spiritual momentum is there. Rama, Krishna, Rama. Related to land Rama of Shiva. and Shiva. Basically, Varanasi is a city of Shiva. So Shiva is a god actually. No, Hindu's god. God of destruction. I can't see here any coal. You know, how to say? Just saying. It's Russian, Russian language. Cow. English, I think. Cow. Cow. Yeah, cow. Yes, cow. When you No, not in city actually. Ah. That is not in city actually. In the rural areas Brilliant. and village areas, there is that. Ah. It's a congested area. Sometime you can But get. when you will visit Varanasi, you can see cows roaming in small roads. You will easily see in cities even cows are roaming here and there because it is like sacred for them. People sacred cow is considered sacred here. Yeah, I know. Yeah, I read. How about elephant? Elephant also. Awesome. Also, We- it is where sacred in we South can India, see- especially South India. South India. Elephants are. Hmm.